сіздерді, Бақдаулет екеулеріңізді әлеуметтік желіде оқырмандар өте жақсы таниды. Махаббат символына айналдыңыздар. Декреттік демалыстасыз, өзіңізді қалай сезінудесіз? Өзімді күшті. Декретке демалыс деген күшті екен. Елдер сұраса да игнор етеміз, просто ответ қайтармаймыз. Өйткені неше түрлі зат жазады шынымен де. Кімдікі, типа оныкі ма точно деген сияқты, оған көңілге қатты тиеді ол зат. Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға кезекті эксклюзивті сұхбат ұсынуға дайынбыз. Бүгін менде қонақта сұлу келіншек Құралай Сейт. Қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Аман есенсіз бе? Күшті. Енді блогер деп таныстырып жатырмын, десе де сіздерді, Бақдаулет екеулеріңізді әлеуметтік желіде оқырмандар өте жақсы таниды. Махаббат символына айналдыңыздар. Енді бүгінгі біздің сұхбатымызда алдымен құттықтаудан бастағым келеді. Алла қаласа атанасыздар. Өте қуаныштымын. Сұхбатқа келе ма, келмей ма деп көп ойландым. Себебі енді сіз қазір декреттік демалыстасыз. Өзіңізді қалай сезінудесіз? Өзімді күшті. Декретке демалыс деген күшті екен. Демалып, үйде жатырып, ұйқымды қандырып, жұмыстан бір алыстап, мектепте жұмыс істеймін, мұғалім болған соң. Басында қиын болды өте қатты. Оқушылармен жұмыс істеу, оқушыларға арасында ұрсып қоясың. Сосын ойлайсың, нем бар еді ұрсып, оларға өзім нервімді өзім құртып, лучше баламды ойламайын ба деп. Бірақ қазір декреттік демалыс деген күшті екен ғой деп жолдасыма айтып қоямын. Сіз жазған кезде көрдік, сосын көп ойландық, ол барасың ба, бармайсың ба дейді. Мен білмеймін деймін. Сосын көренді өзін ойланып деп қояды, сонымен екеуміз келісе отырып, Анаханды бұрыннан танимыз ғой. Бір рет сөзін жерге қалдырмай, лучше барып сұхбатыңды беріп қайт деп сонымен жіберді. Осымен келіп отырмын. Рахмет. Негізінде мен де ойлаған едім, Бақдаулеттің өзіне жазсам бекен деп, бірақ енді көбінесе сіз отырасыз ғой әлеуметтік желіде. Сол себепті енді Бақдаулет бұл бағдарламаны көріп отырған болса, сізге де көп рахмет. Сізді де шын жүректен құттықтаймын. Алла қаласа әке атанасыз. Енді сіздің Инстаграмдағы парақшаңызды көрдім, қарап шықтым. Жалпы қандай видео салады екен, қандай сторис салады екен деп оқырмандарыңыз сұрақ жолдапты. Қай уақытта, қай мерзімде босанасыз деп сіз ПДР наурыз айында депсіз. Яғни дайындық қалай болып жатыр? ПДРді бұйырса наурыз айының 16-сына қойып беріп отыр. Бір жағынан өте қуаныштымыз, потому что ораза келатыр, Рамазан айы деп өзімізде қуанып отырмыз. Сонымен мартқа дайындалып жатырмыз ақырын. Бірақ енді көбісі айтады, ерте дайындалма, ананы бүйтпе, ананы сөйтпе деп, бірақ ол қалды деп ойлаймын. Бұрын сондай ырымдар болған шығар деймін, ерте дайындауға болмайды деп, бірақ енді қазір сәбиді күткен соң, сәби келген соң бүкіл заты дайын тұрсыншы, үйге келген кезде ары-бері жүріп қалмайын деп, соны ойлап екеуміз заранее алдын ала бәрін дайындап реттестіріп жатырмыз. Бір күні бір затын алсақ, екінші күні екінші затын аламыз деген сияқты. Енді балалы болу қандай екен білмейміз, ол да білмейді, мен де білмеймін, сондықтан бүкіл не керек соның бәрін ала берейік деп қоямыз. Біреу айтады, керек емес, оны алмай қойыңыз, қолданбайсыздар дейді. Бізге керек болады деп, сонда да ала берейік жарайды деп, ол да келісіп, сонымен бірге. Сонымен күнде магазин қараймыз отырып, кішкентай баланың киімдерін қараймыз. Сосын заказ беріп қоямыз, күтеміз, одан кейін оның келген. Қызық сәттердің бірі ғой енді қазір сіздердің өмірлеріңізде болып жатқан. Енді наурыз айына Алла қаласа жоспарланып қойған екен. Енді ПДР 16 наурыз деп айтып жатсыз ғой. Серіктес бола ма сізбен бірге кіретін? Кім? Ол жағын әлі білмеймін. Бірақ кем кіретін шығар деп отырмын өзімнің. Партнермен, серіктеспен кірген дұрысырақ деп айтады бәрі. Ішінде қолдау көрсетеді деген сияқты. Сен өзің түсінбейсің, білмейсің екен. Қорқыныш бар ма қазір сізде? Пока қорқыныш жоқ. Қазір, если честно, бәрі дамыған екен да, заранее дайындалып кіресің, интернетте бәрі бар, оқып аласың, морально, эмоционально, дайын болып кіруге бүкіл возможность бар екен. Курстарға жазылмадыңыз ба? Курсқа жазылмадым. Йогаға барады, я болмаса бір атанайын деп жатқан жұптар арнайы курстардан өтеді, дәрігермен кеңеседі, ақылдасады дегендей. Кішкене уақыты жақындаған кезде сондай бір курстар бар екен, онлайнда, офлайнда өткізеді екен курстарды. Соның біреуіне қатысып, хотя бы кішкене болсын, оның не екенін түсініп,
кейін баланы қалай қарау керек екенін соның бәрін кішкене болсын біліп алу үшін қатысатын шығармын деп отырмын курсқа. Қазір енді өзіңіз жаңа айттыңыз ғой, шынымен де дамыған заман, барлық жағдай жасалған ғой жастарға. Мен де қазір енді сізбен кездесем деп анам айтқан болатынмын, сізге үлкен сәлем айтып жатыр. Бір болайық жобасына сіздер қонақ болып келген кезден бері таниды. Сонда мен айтып жатырмын ғой, Алла қаласа бөпелі болайын деп жатыр, осындай деп жаңалықтарыңызды айтып жатырмын ғой. Мен айтады, мама айтады, біздің кезімізде біз тіпті бала жүкті екенімізді білеміз дейді, бірақ қандай бала, ұл бола ма, қыз бола ма, біз босанған күнді ғана білетінбіз дейді. Қазір енді гендер пати деген нәрсе бар, бұны өздеріңізде ұйымдастырған болатынсыздар, және арнайы бір ерекше видео жүктедіңіз. Сіз өзіңіздің инстаграмдағы парақшаңызға жақындарыңыздан сұрадыңыз, ұл бола ма, қыз бола ма, қалай ойлайсыз деп. Бірақ сіздің интуицияңыз ба, білмеймін, сіз кесте тігер деп өзіңіз қыз деп сезген екенсіз. Жоқ әлде түс көрдіңіз ба? Қалай сездіңіз? Бағдәулет екеуміз үйленбей тұрып, мен бір түс көргем. Мен оны оқырмандарыма айтқам, сіздермен бөлісем депші, мен қыз болатын негіз білдім депші. Түсімде Бағдәулет екеуміз, Бағдәулет кәдімгі жүріп жүр. Екеуміз бір қызды жетектеп алғанбызда кет бараттыр. И мен соны айтамын ғой, сен білесің бе, мен осындай түс көрдім ғой депші. Екеуміздің ой, мен қазір көңілшек болып кеткен. Мен негізі бар ғой, түс жайлы жай ғана сұраған болады. Өйткені көп менің құрбыларым айтады да, түс көрдік деп. Сөйтсем шынымен де ма? Шынымен де, иә. Қазір білмеймін. Гормондармен сондай өзім бүкіл затты. Бізге салфетка бере салыңызшы, ана менің сумкамның ішінде бар. Жақын қабылдайтын болып кеткен. Кәдімгідей сондай түс көріп Бағдәулетке айттыңыз. Иә, біз ол кезде жүріп жүрдік, просто үйленбедік әлі. Сосын мен оған айтамын ғой, екеуміздің бірінші баламыз қыз болады. Мен түсімде көрдім депші. Одан кейін оны ұмытып кеттік. Ай, рахмет. Одан кейін оны ұмытып кеттік. Сосын жарайды енді Алланың бергені ғой, кім болса да деп жүрдік. Вдруг енді қыз емес, ұл болып қалса да мүмкін депші. Сонымен екеуміз сөйтіп жүрдік. Бірақ УЗИға 2 рет бардым. Точно уверена болу үшін. Біреуін қаладан өттім, біреуін өзімнің сол Талғардан өттім. Бірінші УЗИға баратын кезде де түс көрдім. Кәдімгідей қағаздың ішінде девочка деп жазылып тұрды. Ашам, қағаз девочка деп тұр. Ой, жарайды түсім ғой дедім да, ол қағазды бірақ ашпадық біз өзіміз. Одан кейін УЗИға барғаннан кейін қайын сіңілім бар, Талшын деген. Соған бердім, сол ұйымдастырамыз деген сон. Сосын кішкене уақыты жақындаған соң тағы бір рет барып көрейін УЗИға. А то қазір естисің ғой, УЗИда қыз дейді да, потом ұл болып қалады деген сияқты. Сосын екінші рет баратын кезде тоже түс көрдім бір күн бұрын. УЗИға барсам, ана іште отыратын тәте маған футлярға 2 сырға салып беріп жатыр екен да. Сосын ішімнен ойладым, ой, болды, точно қыз болады бізде деп. Сол кезде мен және мен анам екеуміз қыз болады деп айттық, қалған бәрі ұл деп айтты. Иә. Жаным, көңіліңіз босап қалғанын айтам да. Сол кезде кәдімгідей сіз сездіңіз қыз болатынын. Иә. Мен бірақ оны ұмытып кетіппін, бұрында түс көргенімді. Бірақ ойлайсың ғой, енді вдруг ұл болып қалса, ұл да жақсы ғой, қыз да жақсы депші. Таңдамадық, если честно. Бізге бәрібір болды. Бізге главное 12 мүшесі сау, дені сау болып келсе болды. Үйленбей тұрып, сондай түс көрдім. Еще ұмытпаймын ғой, соны сразу Бағдәулетке айтам, осындай болды депші. Сосын уже көтергеннен кейін, оның есімнен де шығып кетіпті. Сосын қыз оны УЗИға баратын алдында түстер көрген соң, мен бір түсім бар еді ғой, мен оны ұмытып кеттім ғой деп, неше айтам ғой, оқырмандарға сіздерге айтам деп. Оны айтатын уақытында енді еститін шығар бәрі. Қызық оқиғасы бар оның депші. Мен негізі түс туралы жай ғана сұрақ қойған болатын. Жаңа айттым ғой, кейбір құрбыларым айтады да, кәдімгідей түс көрдік, я болмаса қыз баланың киімдерін таңдап жүрген кезде, жаңағыдай бір көйлектерді көріп қалған сәттер, сол бір сигнал болды бізге деген сияқты. Біреулер айтады, жоқ, мен сезем, менікі қыз болатын сияқты, жоқ болмаса жаңа ішінің формасына қарайды, біреулер сөйтіп білетін сияқты да, кейбіреулері. Бірақ енді түс туралы жай ғана сұрақ қойған болатын, сөйтсем кәдімгідей оқиғаңыз бар екен ғой. Оқиғам бар, иә. Еще мен туысқан әпкем бар, мамам, нағашыларым.
оларда сестрам бар, сол кісі тоже айтқан еді, құралай мен түс көрдім депші, апаң сырға беріп жатыр, сендерде қыз болады ау деймін деп. Ол кезде де срок әлі кішкентай, бір 12-13 апта шығар. Жарайды деп қойғанбыз ол кезде де. Иә, қызық. Соңында әйтеуір қыз болады деді, шүкір. Енді аман есен дүниеге келсін, кішкентайларыңыз аз уақыт қалды, енді күн сағаты. Есімді таңдап қойдыңыздар ма, жалпы ойларыңызда бар ма? Ата-ананың өзі таңдай ма екен, жоқ әлде үлкен кісілерге мүмкіндік бересіз бе? Жолдасым айту бойынша сенің түк қатысың жоқ дейді. Сенің ешқандай қатысың жоқ деп қояды маған. Атам, қайнатам бар. Сосын жолдасым өзі енді ат таңдап отыр, бір аты бар өзінің. Пока айтпай қояйын оны. Иә, әрине. Папаммен ақылдасам дейді, ол кісінікін тыңдайын, сосын нетеміз, көреміз ғой екеуміз бір ат тауып қоямыз деп қояды. Бірақ өзінікінен қайтпай отыр енді. Бірақ оның таңдауы сіздің көңіліңізден шығып жатыр ма? Иә, әдемі. Қазақи ма, жоқ әлде заманауи ма? Қазақи. Өзінің бір андай мағынасы бар. Бізге қатысты, өзімізге қатысты бір андай мағыналы, сондай күшті ат таңдап қойған. Керемет. Сол күнге жетейік бізде, сол есімді естейтіндей, кішкентай балапандарыңызды көретіндей. Енді сіздің де парақшаңызды көрдім, Бақдәулеттің де парақшасын көріп шыққан болатынмын. Көбінесе сол өзінің өмірімен Бақдәулет бөліседі екен, көбірек сізге қарағанда. Және енді осы жүктілік туралы Бақдәулетте жазған болатын. Біз енді балалы болуға дайындалып жатырмыз, маған ота жасалу керек деген секілді қылып. Осы орайда енді қазір жақсы бір нәтиже көріп жатырмыз ғой, енді Алланың қалауымен бөпелі боласыздар. Көп отбасыларға, көп жұптарға үміт сыйлаған жандардың бірісіздер деп айта аламын. Жалпы дайындық процесі ұзақ уақытқа созылды ма? Қандай ота жасалды, қандай анализдер, қандай қиындықтар өтті бастарыңыздан? Дайындық бір жыл дегенде солай айтсам болады. Алдыңғы жылы 2024-тің, негізі 2023-тің декабрінен бастап ойлап жүргенбіз. Ол кезде жаңа жыл праздникке түсіп қаламыз дедік та, сосын 2024-тің январынан бастадық. Бірінші өзім бардым врачқа ақылдасу үшін. Не істейміз? Жолдасым осындай жағдайда авариядан кейін бірінші группа инвалидность алған. Қандай возможность бар біз үшін дегендей. Олар өздерінің кезеңінде врачтар болған соң бәрін айтады ғой олар. Әрине. Операция бар деді. Ол операция микротеза деп аталады деді. Операция жасау арқылы Бақдәулеттің ұрығын аламыз деді. Бірақ айтты, бұндай жағдайлар кездескен дейді. Не только инвалид адамның, даже сау адамның өзінде ұрық болмауы мүмкін деп бізге түсіндіріп айтты. Ондай жағдай болған кезде бізде тағы да басқа. Мысалы, донорство деген сияқты бар. Немесе тағы да басқа жолдарын қарап көрсеңіздер болады, бала асырап алу деген сияқты. Бірақ енді біртүрлі боласын естіген кезде ше. Басында өйтіп бәрін Бақдәулетке бүйтіп осылай дегенді айтып бердім, бірақ айтқан енді не болған жоқ, қой болған жоқ, вдруг бізде болмай қалады деген сияқты ше. Давай істейік, көрейік, бізде бүкіл возможность бар ғой, неге көрмеске деп. Сосын жолдасым келісті. Сосын бардық операция жасауға. ИРМ клиникасында өттік. Бүкіл тексерісіміз, операциямыз бәрі сол жерде өтті. Осы Қазақстанда? Осы Алматыда, иә. Ол кісілер операция жасады. Операция бір-ақ күн жаттық больницада негізі. Тез болды. Бәрі жақсы деді, бәрін алдық, керек заттың бәрін алып, қатырып қойдық. Ендігі жұмыс сіз өзіңіз уже барасыз ары қарай репродуктологпен жұмыс жасайсыз деді. Қуанышымызда шек болмады. Біздің ең қорыққанымыз, оны да уайымдаған сол. Вдруг кінә мен жақтан болып қала ма деп Бақдәулет өзінше кәдімгідей іштей жеді. Әрине. Айтқысы келмесе де түрінен көрініп тұрды да, қорқып, уайымдап, врач келсе, нормально ма деп. Әрине, ол енді ер адам болғаннан кейін уайымдайды ғой. Сонымен бәрі нормально деп деді. Заморозка дейтін бар екен ғой. Неше түрлі зат бар екен ғой. Басыңа түссе ғана білеткенсің, оның бар екенін, бұлай істеуге болады екенін. Оған дейін өше білмегенбіз да ғой. Сонымен сөйттік. Одан кейінгі анализдер ең қызығы сол жерде басталады. Бүкіл анализдер тексереді. Оның анализін, менің анализім тексереді, генетикамыз тексереді. Ең қиын кез сол генетика болып бізде. Кариотип тапсырған кезімізде. Мен ИРМ клиникасында тапсыра салғам сол жерде. Кариотипімді өзім барғаннан кейін осы жерде тапсырып кетейін деп. Бақдәулетті ары бері алып жүрмей ақ қойыншы деп
бір клиникаға, айтпай ақ қояйын қандай екен, анализ тапсыруға, соны келеткен, үйге келіп алып кететін анализ. И жақсы болды ғой деп шақыра салғанбыз ғой үйге. Еще оны 2 апта күтесің. Менікі шықты, бәрі нормально деді. Сосын Бағдәулеттікін күттік. Біраз күттік, сосын анализдер шықты, алып кетіңіздер дейді. Сөйтсек, қайтадан тапсырыңыздар, что-то не то дейді бізге. Сосын біз басында түсінбейміз, не болып қалды екен депші. Анализдің результатын беріңіздер дейміз. Олар айтады, анализдің результатын алсаңыздар, типа екінші тапсырмайсыздар дейді. Ну, енді біз ақшасын төлеп отырып қойын анализін. Басқа жерден тапсырсаңыздар болады, тапсырып көріңіздер деді. Болмаса, типа бізге қайттан келіп тапсырыңыздар, біз қайттан көрейік дейді, анализ тексеріп. Сосын не болып қалды, не үшін десек, типа хромосомалар дұрыс емес дегенде бізге шығарып беріп отыр да. Ондай болуы мүмкін емес дейміз. Еще олар бізге андай прям уверен айтады да, жоқ, сіздерде осындай проблема, хромосомасы дұрыс емес, сіздерді экоға алмауы мүмкін деп былай кесіп айтады. Мен жұмыстамын, ол үйде, екеуміз екі жақтан истерика болып отыр ғой. Мен кәдімгідей уже не істерімді білмей кеткенмін ғой, қолым дірілдеп, жұмысым жайына қалып, коридорда тұрып жылап тұрмын еще. Бағдәулетке білдірмесем де. Не істейміз енді деп енді врачтар айтып тұрған соң, сенесің ғой енді, солай деген соң. Сосын өзімнің врачыма жаздым, репродуктологыма. Сөйтіп айтып жатыр, дұрыс емес шығып тұр анализ, не істеймін дедім. Сосын келіп біздің клиникадан тапсырыңыздар, бізде 100% бәрі дұрыс шығарады деді. Сосын екеуміз ойланбай сразу сояққа бардық. Аналарға айттым енді, сіздердікі дұрыс емес болса, типа дұрыс емес деп мойындайсыздар деген депші. Сосын ИРМ-ға барып қайтадан тапсырдық анализдерімізді. 2 апта күттік. 2 аптадан соң шықты, бірақ бәрі дұрыс. Егер әйел адамда XX хромосома болса, олда XY. Бәрі дұрыс, ештеңе жоқ, ешқандай отклонение, ештеңе жоқ. Сосын анаған жазам. Олар мойындамайды, мүлдем мойындамайды. Бірақ сіздер біраз ақша төлегенде шығарсыздар ол анализдерді тапсыру үшін. Ол анализдерді тапсыру үшін. Шамамен қанша кетеді? Мысалы, қазірде көріп отырған қыз-келіншектер бар шығар. Генетика тексеру, кариотип тексеру бір 17 000 теңгедей. Бір рет тапсырасың оны, 17 000 теңгедей шығады. Ана жаққа тапсырдық, ладно, қойшы дедік, ол ақшасын да алмай қойдық, ештеңе емес. Болатын еді до конца баруға шы, олар бірақ мойындамады, типа, сіз қайдан білесіз, ал вдруг ол жақта дұрыс емес, біздікі дұрыс дегенде шы. Сосын оған немізді жұмсамай қойып, энергиямызды, көңілімізді бөлмей қойып, лучше дедік та. Қойшы дедік. Қоя салдық, сөйтіп ол кісілермен нетпедік та. Одан кейін сөйлеспедім да. Сонымен ананың шыққаны қуанып, әйтеуір дұрыс болғаны қуанып, екеуміз екі жақтан. Сосын бастадық. Квотамен алдым. Жақсы болыпты. Себебі ол да бір үлкен қаражатты. Қаражатты талап етеді. Одан бөлек тағы да платный өтетін заттарым бар деп сөйткен соң, лучше квотаға болса, лучше квотамен көрейін дедім. Сосын олар өздері де предлагать етеді, квотамен көрсеңізші депші, ешқандай разница жоқ. Бәрімізде протокол бір. Бүкіл врачтар бір қағазбен жұмыс жасайды. Квотамен или платный өттіңіз, типа разница жоқ. Бірақ айырмашылығы квотаны менің білуімше өзінің уақытын күту керек сияқты, кезегіңді. Сонда сіздер 1 жылдай уақыт күттіңіздер ма? Жоқ, 1 жылдай уақыт күткен жоқпын. Біздің қуанышымызға орай мен январьда, февральда уже квота қағаз алдым. Бағдәулеттің анализдерін бәрі дайын тұр. Мен өзім анализдерін бәрін тапсырдым да, өткізіп тастадым. Оны уже өзімнің тіркелген больницам арқылы өтем да. Қағаздарын бәрін өткізіп тастадым. Апрельдің соңына қарай маған звондады. Сіздің қағаздарыңызды жібереміз деп, сосын сообщение келеді деді өзі. Сосын жарайды дедік. Сосын ойламадық, олай тез болып кетеді екен деп. Апрельдің соңында сол аптада жіберді, сол аптада ответ келіп тұр. Сіздерге квота берілді депші. Сонымен оғанда қуанып екеуміз, сосын бүкіл қағаздарымды алып, ол жақтан рұқсатын берген соң, сол клиникаға бардым, уже көрсететін клиникаға барып, сол жерде уже ары қарай бастап кеттік. Мен анализдерім бәрі нормально, жақсы болды. Сондықтан ешқандай қиындық тудырмады. Эко бірінші бастаған кезде не деді? Өзінің этаптары бар өтетін. Соның бәрін түсіндіріп береді. Сол этаптарды бастап өтіп, май айы полностью бүкіл керек анализдерім тапсырдым, менен керек заттардың бәрін алды. Июнь айы тоже солай өттік та, июльдің 1 күні уже подсадка жасап берді. 2 күн мен туған күнім. Соған прям бүйтіп тұспа-тұс қалды ғой, сәйкес. Сонымен бүйтіп алақанда ұстап үйге дейін алып барды.
біз ойлағанбыз ғой больницада жататын шығармыз десем, оказывается жатқызбайды екен. 5-ақ минутта болатын зат үйге жібере салады. Сонымен үйге мамаларым апарды, өзімнің мамама. 4 күн апарды, мамам айтты, мен қарайын деп, 1 апта қыз жатсын үйде, күтіну керек деп ше. Ауыр жұмыс істемеу керек деп. Сонымен мамам 1 апта қарап берді. Одан кейінгі 1 апта үйде күттік. Күтетін уақытты 14 күн күтесіңдер деді. 14 күннен соң тест жасайсың. Тесттің положительный шықса, келіп ХГЧ дейтін анализ бар, соны тапсырасың. Содан кейін уже точно белгілі болады деді. Сол кезде сіздің қасыңызда мен жүрген сияқты мәз болып отырғанымды айтамын да, әңгімеңізді тыңдап. 2 апта өтпейді ғой, вообще өтпейді. 14 күн әрең күтіп, дәрілерін уақытылы ішіп, будильник қойып қойған телефоныма ашып, бүкіл дәрінің уақытын жазып, ұмыт кетпейін ешқайсысын депші. Жаттым, чисто жаттым үйде, түк істемедім. Ауыр ештеңе көтермедім. Ойымда да жаман ешқандай ой болған жоқ. А вдруг у меня не получится деген вообще ойламадым. Мен тек бір Аллаға сендім да, еще бәрі жақсы болады, значит, менде болады. Деп шандай күтіп тұрмын ғой, қашан ана 2 сызықты көремін деп. Сонымен врачтың белгілеп берген күніне жеттік. Таңертең еще Бағдәулет ұйықтамаған. Екеуміз менде таңертең тұрып тест жасадық. Еще мен қарамаймын дедім. Қайынсіңліме айттым, сен көр, сосын бізге айт деп ше. Сосын ол көрді, әкеп берді. Уайымдап тұрмын, қол аяғым дірілдеп тұр ғой, білейін, не сіздер сол істеймін деп видеоны ше. салдыңыздар Иә, біз Инстаграмға. ол видеоны салдық қой. Иә. Кәдімгідей қол аяғым дірілдеп тұр, не істеймін деп, қалай болады екен деп. Сосын 2 полосканы көрдік, қуанышымызға орай. Келесі күн сразу бардым да ХГЧ тапсырдым. Еще ХГЧ-ні тапсырған кезде күтуге болады ғой, сағат 2-ден кейін шығуға. Жоқ, мен ускоренный қылып ақшасын төлеймін деп, маған 2 сағатта шығарып берген. Сондай бір жағдай болғаннан кейін, көп күткен балаларыңыз болғаннан кейін, сіздің де сол жердегі сезіміңізді, Бағдәулеттің эмоциясын енді бәріміз көрдік қой сол видео арқылы. Сезіндік, шынымен де енді өте қуаныштымыз. Себебі көп жағдайларда қыз-келіншектер экоға жүгінген кезде бірінші попытка деп айтып жатады ғой, болмай қалып жатады. Ол да үлкен ұзақ процесс, гормоналдық дәрілерді ішу керек болады, кейбіреудің жаңағыдай денсаулығы сыр береді, тағы да арасында демалып тұру керек, эконы қайта-қайта жасауға болмайды деген сияқты. Сіздің енді бағыңыз бар, періштеңіз бар. Сол себепті енді шынымды айтсам, кәдімгідей бір ертегіні тыңдап отырған сияқты болып отырмын. Өте қуаныштымын. Қазір енді осындай бір жақсы жаңалығыңызды естіп, шынымды айтсам, мен де қатты қуанып отырмын. Сіздің жаныңызда сол сәтте болған секілді қылып, иә. Одан кейін енді күтініңіз қазір өзіңізге қараңыз, декреттік демалыста енді өзіңізге көбірек уақыт бөліңіз дегенде, иә, декреттік демалысқа шығып кеттіңіз ғой қазір. Енді қазір сіздің жұмысыңыз туралы сұрағым келеді. Жаңа өзіңіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, ұстазбын дедіңіз. Ұстаздық қызметіңізді қалай бастағаныңызды оны да Инстаграм арқылы көрген болатынмын. Жалпы Инстаграмыңызды қарап шықтым. Мен Алматыда тұрамын дедіңіз, бір постыңызда осылай жаздыңыз. Алматыда тұрамын, бірақ Алматыны жақсы біле бермейді екенмін. Және де Шымбұлаққа бармағанмын, Бауға да бармағанмын дедіңіз. 2020 жылы. Арада 4 жыл өтті, бардыңыз ба? Жоқ. Әлі бармадыңыз ба? Шымбұлаққа да, Бауға да әлі бармадық. Неге? Бауға бір рет барайық дедік. Жол жабық болды ма, сондай болды, мен қайтып кеткенбіз артқа. Шымбұлаққа да осы жолдасым жақында айтып жүр, саған көп жүру керек, тауға шығу керек, сен бар қайтсай депші. Мен я депші, білмеймін, декретке шыққаннан кейін сразу жалқау болып кеттім ғой. Автоматически түк істегім келмейді, жата бергім келеді. Ешкім тиіспесе екен маған деп қоямын ғой. Сосын бірақ айтып қоямын жолдасым осы жақында, мен жұмыс істедім ғой деймін да. 4 ай болсын жұмыс істедім. Бірақ өйтіп жалқауланбаппын депші, таңертең жұмысқа кетем, кешкісін келем, шаршадым деп айтпаппын депші, бірақ қалай декретте шығам деген миыма кірді, бітті. Вообще ештеңе істемеймін. Ешқайқа бармай қойыңызшы, қойшы, үйде отыра берейікші, жата берейікші. Еркіндік беріп қойғансыз. Иә. Сөйтіп ұйықтаумен әйтеуір күнімді өткіземін да, сосын тамақ істейміз кешкісін ужинға. Сөйтіп күніміз өтіп жатыр әйтеуір. Мұғалім болуды негізі кішкентай кезімізде армандадық, иә, мектеп кезінде. Кім боласың десе, ұстазы боламын, мұғалім боламын депші. Бірақ универге барған соң ол ойымыздан айныдық. Универді бітірдім, 4 жыл оқып. Одан кейін не істеймін дедім, магистратураға түсейін дедім. Магистратураға да түстім, 2 жыл оқып бітірдім. Болды енді жұмыс іздеу керек дедім.
бірақ қандай жұмыс іздеймін, қай жаққа барамын, өзім вообще түсіне алмай жүрдім ғой, білмедім. Өзіммен бірге оқып бітірген бөлем бар, екеуміз бірге бітіргенбіз, 1 жыл кішкентай бірақ менен. Сол айтты, мұғалім болайық дейді. Мұғалім бол құралай дейді маған. Ол менен бұрын кіріп кетті жұмысқа. Біз ол кезде Талғарда тұрамыз. Мұғалім болу оңай деп ойлайсың да, барасың, сені ала салады деп, бірақ олай емес екен. Біраз қазақ мектептеріне бардым, резюме тапсырдым. Орын жоқ, если болса хабарласамыз деп сөйтіп шығарып салды. Сосын жарайды дедім да, пока қоя тұрдым. Сосын сол жылдар өзімнің сіңілім, туған сіңілім тұрмысқа шығайын деп жатқан. Соның тойына дайындықпен жүргенбіз. Базарда жүрген кезде звондайды бір кісі. Директор екен. 3-ші мектептің, Талғарда номер 3-ші мектеп бар, Абай атындағы. Сол кезде директор Қарлаш Болатханна дейтін кісі болатын. Біз орыс мектебіміз дейді, бірақ сағат бар. Сіздің резюмеңізді көрдім, физика математикадан сабақ береткенсіз, келіңіз сізге сабақ береміз. Бірақ орысша бере аласыз ба, қалай деді. Дүйсенбі күні келіңіз сөйлесеміз дейді. Мен жарайды дедім да қойдым. Потом 3 күн бойы уайымдадым ғой. Пятница күні звондады ол кісі маған. Сол кезден бастап мен өзім қазақша оқып бітіргем, орысша қалай сабақ берем, қолымнан келе ма, жоқ па депші. Сосын Нартәуекел дедім да, бардым мектепке. Жақсы кісі екен. Бәрін түсіндіріп, жоқ, сен қолыңнан келеді, жазсыңдар, үйреніп кетесіңдер, бересіңдер сабақ деп. Кәдімгі мотивация беріп, сол күні-ақ жұмысқа қабылдай салды. Сағаттардың бәрін бөліп берді. Болды, ертеңнен бастап сен жұмыс істейсің деді. Завучтарды шақыртты, мына класстарды аласың, бара сап үлкен класстарды берді. Ол кезде еще карантин болатын, сабақ онлайн. Сонымен үйреніп кеттік, сабаққа дайындалып барамыз басында. Оқушылардың көзінше андай бол қалмайын деп, жұмысыңның қайсысын қалмайын деп, күніне сабаққа дайындалып барасың. Соның арқасында, сол кісінің арқасында десем де болады, үйреніп кеттім. Сол мектепте 5 жыл жұмыс істедім ғой. Әлі де сол мектепте жұмыс жасап, сол мектепте декретке шығып кеттіңіз. Сол мектептен декретке шықтым. Қандай ұстазсыз? Білмеймін, оқушыларым кете салысымен жазды ғой, қашан келесіз дейді ғой. Ой, мен әлі босанбадым ғой, даже қашан келгеніңіз деп. Қатал ұстазбын деп айта аламын өзімді. Сабақты қалай түсіндірем, сондай талап етем. Біз Казгуде оқыдық қой, шпаргалка қолдану дегендерді вообще көрмедік. Мехматта оқыған соң камера жан-жағымызда 90-дық бақылау дейтін болады ғой, 90 соңында оқушылар телефон алып келеді, шпаргалка алып келеді. Сразу байқаймын ғой, кімде телефон, бәрін алып аламын. Басында жинамаймын мүлдем, бірақ қолданып отқанын көрсем, алып аламын. Сол кезде оқушылар айтты, қалай сіз көріп қоясыз, қалай біз тығылып қолданып отырып қой деген дейші. Көрмейтін кездерде болады. Әйтеуір көріп тұрсам да қойшы жарайды, жазсыншы, оқушы, бізде оқушы болдық қой депші, қоям. Бірақ бағаға не емеспін, жадың емеспін. 90 соңында, 90 бойы сұрағып қинасам да 90 соңында бірақ қойып берем. Қойшы оқушыларда нем бар, мотивация болсын, оқысын, математика мен физика жек көріп кетпесін, ондай қатал мұғалімдер береді, неғып деп, кішкене стимул болсын, может, келесінде оқитын шығар деп, тырысатын оқушыларға, конечно, қойып беретінмін, бағасын көтеріп болсын. Сонымен сол жерде 5 жыл жұмыс істеппін ғой. Ойлайтынмын, көрем ғой мұғалімдер стаж 33 жыл, 30 жыл қалай мектепте жұмыс істеуге болады депші. 1 жыл жұмыс істеймін да, мен потом кет қалам деп ойлайтын. Көзімді ашып жұмғанша 5 жыл мен сол мектепте жұмыс істеп тастаптым. Сөйтсе жұмыс істеуге болады екен дейсіз ғой. Жұмыс істеуге болады, иә. Менде ұстаздық қызметімді мектепте бастаған болатынмын, Ақтөбедегі физика математика мектебінде. Ағылшын тілінен сабақ берген болатынмын. Ол кезде 5-ші сынып, 6-ші сынып, 7-ші сынып, бәрібір өзің студент бола тұра, жас бола тұра балаларға сабақ берген мүлдем басқаша. Жаңа өзіңіз айтқандай, барлығы көз алдында дайындығы, киіміңе дейін қарайсың, саған олар қалай қарап отыр, қатал боласың ба, болмайсың ба деген сияқты. Бірақ біз енді әртүрлі ортада әртүрлі боламыз ғой. Мектепте біз басқашамыз, үйде басқашамыз. Біз жаңа ғана Құралай қандай ұстаз екенін көрдік. Ал өмірде Құралай қандай? Өмірде Құралай. Дауысыңыз өзгеріп кетті, көрдіңіз бе? Жаңа ұстаздық туралы айтқан кезде кәдімгідей қалталылығыңыз көрінді. Ал өмірде жұмсақсыз ба? Өмірде ма? Керек кезде қаталдығым бар. Сестренкаларымна келетін болсақ десем де, мысалы үйде, иә. 2 сіңілім болды ғой менің. Иә. Керек кезде қатал боламын.
керек кезде жұмсақ боламын. Білмеймін даже өзімді қалай айтсам болады. 2020 жылы өте көп жазба қалдырған екенсіз сіз өзіңіздің инстаграмдағы парақшаңызда. Одан кейін енді көп жаза бермепсіз. Мен былай оқып бергім келеді сізге. Былай жазыпсыз. Мінезім жайлы айта алмаймын. Қандай күшті екенімді тек жақын араласатын адамдарым біледі. Жақшаның ішінде это не сарказм деп жазыпсыз сонда. Жақын араласатын адамдарыңыз сізді қалай қабылдайды? Қалай бар, солай қабылдайды олар мені. Ашуланшақ болсам да, жұмсақ болып тұрсам да қабылдайды. Но қалай құрбыларым бар ғой универден, енді ол кезде уж кәдімгідей үлкен азаматпыз. Барған кезде, бір көрген кезде стерва сияқты едім дейді да басындашы. Оказывается, ондай емес екенсің деген ше. Одан кейін естисің ондай. Оказывается, ондай емес екенсің деп сөйтіп айтып жатады. Бір қатты немін деп айта алмаймын. Өзіммен қалай араласады адам баласы, мен де солай ответ қайтаруға тырысамын. Басында ашыла алмайтын шығармын, я кішкене бар яңдығымшы, ұялып басында үйреніскенше, но адамға үйреніп алған соң, жайлы адам болса, кәдімгідей күшті бүкіл ішімде не бар тоқтамай айтып беруге дайынмын. Жақсы. Келесі жазбаңызда 3 жаман әдетіңіз туралы жазыпсыз. Өте жалқау адаммын. Бәрін соңына қалдырып жүре беремін. Көп ұйықтаймын, тез ашуланамын деп жаздыңыз. 4 жыл өтті. Енді қазір жаман әдеттеріңіз бар ма? Арылдыңыз ба? Жоқ әлде тағы да бұл тізімге қостыңыз ба? Ұйықтауды тұрмысқа шыққан соң кішкене қойдық. Амалдың жоқтығынан десеңізші, иә? Амалдың жоғынан ұйықтауды тұрмысқа шыққалы қойдық. Жұмысқа шыққалы да басылды ұйықтауымыз. Бірақ жалқаулығым бар. Бәрін соңғы моментке қалдырып қоятыным да бар. Даже элементарно өзім жұмысымды алсам да, елдің бәрі отчеттарын бірінші өткізіп тастаса, мен соңында жүрем. Қалай ертең өткізбесең, саған не объяснительный жазасың, бүйтесің, сөйтесің деген кезде ғана апарып өткізіп берем. Ал былай нетпесе, әкел бер деп айтпаса жүре берем пока. Өзім андай апарып берейін қой деген ондай жоқ. Сол әдетім бар, әлі қалған. Сол моментте істеп тастап өткізу деген жоқ. Қойшы уақыт бар ғой деп жүре беретін. Сол әдетім қалып қалған. Ашуланшақтығым да бар. Тез ашуланам, бірақ тез басылам. Ол енді білмеймін. Оқушылармен жұмыс істегеннен кейін ба, шаршап қалған ба, білмеймін. Әлі қалып қапты сол әдетім. Басқасы тағы да ештеңе қосылған жоқ па? Басылып келе жатыр. Иә. Ақырындап декретке шыққалы ұйықтау қайттан басталды. Енді ол қалыпты нәрсе, физиология ол. Енді жаман жақтарыңызды айта бермей, жақсыға көшейік та. Өзіңізге ұнайтын сіздің бойыңыздағы ерекше қандай қасиеттеріңіз бар? Мінекей мен осындаймын, маған мінезімнің осындай тұстары ұнайды деп нені айтар едіңіз? Мен тез кешірем адам. Мысалы мен біреу ренжітіп қойса, соны ұмытып кетем. Тез кешіруге дайын тұрам да. Қойшы, жарайды, ол мен емес қой. Жамандық тілемеген шығар депші, жақсы ары қарай араласа берем. Сосын қолымда бар затпен бөлісуге дайынмын. Тағында мен қоссам бола ма? Әзілге жақын екенсіз. Әзілге, иә. Өте көп видео түсіреді екенсіздер, жалпы бұлай өмірде де, инстаграмда да енді өте белсендісіз ғой. Осы туралы сұрап өткім келеді. Сіздер енді әзіл жаңағыдай видеоларыңызды түсіресіздер ғой, енді скетч кішігірім, иә? Кім кімді көндіреді? Сіз Бағдәулетті ма, ол көндіре ме сізді? Ол мені. Иә, керісінше. Ол әзілге жақын. Бағдәулет көбінесе әзілге жақын. Әрдайым маған прикол ұстап отырады, былай деп тиісіпші. Сол айтады, давай түсірейік, қызық қой. Идея қайдан келеді деймін да? Идеяны тауып қояды өзі. Өзі тауып қояды, айтады, давай маған түсірейік деп. Мен де нетпеймін, давай түсірейік депші. Всегда қолдап кете берем. Мен бір нәрсе түсірейік десем, ол мен қолдап кетеді. Идеяны бәрін тауып қояды, Бағдәулет негізі. Образға кіріп, күшті рөл ойнап ғой, көрген шығарсыз. Енді осы әзіл демекші, сіз де бір пранк жасаған екенсіз Бағдәулетке. Ол кісі ұйықтап жатыр екен, енді менің түсінгенім бойынша. Сізге сол сәтте бір адам хабарласып, танысқысы келетінін білдірткен екен. Енді сіз солай ұйымдастырғансыз ғой, таныспаймын деген кезде ұйқысы шайдай ашылып, көзін ашып, сізге қарап жатыр да. Енді жалпы осы көрініс арқылы сұрағым келеді, Бағдәулет қаншалықты қызғаншақ?
Жалпы енді сіз кіммен сөйлесіп жүр, қайда кетті, қашан келеді деген сұрақтар енді жұбайлардың арасында болатыны түсінікті ғой. Бірақ одан тыс артық қойылатын сәттер бола ма? Жоқ. Басында қыз бен жігіт болған кезде кішкене қатты қызғаншақ болатын. Қайда жүрсің, не істеп жатсың, маған жазып отыр, қайдан келдім, кеттім деп бәрін айтып отыр. Отчет көп сұрайтын. Но тұрмысқа шыққаннан кейін басылды кәдімгідей. Ол маған нетпейді өйтіп, келдім, кеттім деп отчет бер деп айтпайды. Мен де ештеңе демеймін. Біледі ғой қайға баратын. Жұмысқа барам, үйге келем, жұмысқа барам, үйге келем. Ондай басылды негіз. Қатты қызғанады деп қазір айта алмаймын. Арасында болады шығар енді қызғанып қалатын моменттері. Анан киме жоқ, ол слишком қысқа ғой, неғылған киесің деп сөйтіп қалатын кездер болады, өзінше болып қалады. Ал в целом қазір шүкір жақсы отношениямызда, көп ұрыспаймыз, бір-бірімізді түсінуге тырысамыз всегда. Ренжіп қалсақ сөйлемей қоямыз бір-бірімізге. Сосын сөйлеп кетеміз, ұмытып кетеміз біз. Мен сөйлемей қояйын деймін ғой, андай ренжейінші кішкене деймін ғой. Сын айтады, кел бетіме сен дейді, мен қырсық қалам, жоқ істемейсің деп, мен саған ренжіп тұрмын дегенше. Дұрыс қой, арасында еркелеп тұру керек қой. Точно ма? Қазір нетсем, точно до конца кетеміз қазір депші. Өзімді қорқытады ғой. Сосын ладно, жарайды қойшы дейміз да. Шүкір отношениямыз жақсы, бір-бірімізге түсініспеушілікке келген кезде бір-бірімізді всегда поддерживать етуге, түсінуге тырысамыз. Ол да мені всегда поддерживать етеді. Қазір вообще көтергелі беріп, бүйтіп алақанда ұстайды ғой. Дұрыс қой, иә. Не жейсің, не ішесің, ананы не хочешь, мынаны не хочешь деп. Бірақ айтамын ғой, ол кешкісін ол бастайды. Анандай жегім кеп тұр, мынандай жегім кеп тұр. Мен айтамын ғой, мен емес, сен екі қабат сияқтысың депші. Мен айтпаймын депші. Мен де ондай капризный емеспін вообще, көтергелі беріп, вообще капризный емеспін. Мен айтпаймын саған, ананы жегім кеп тұр, мынаны жегім кеп тұр. Сен маған айтасың деймін ғой. Жүйріктігіңіз бар ма негізі? Негізі жүйріктігім жоқ. Мүлде? Еш нәрсеге осы уақыт аралығында? Вообще жүйріктік болмады. Соны айтып отырмын ғой, вообще капризный емес. Токсикоз да болмады менде, изжога да жоқ деймін. Жүйріктігім де жоқ, ондай ананы жегім кеп тұр, мынаны жегім кеп тұр деген ондай жоқ деп. Күлемін ғой, вот видишь, қызың сені түсініп тұр ғой. Түнде оятып, ананы әкеп бер деп айтпайын деген ғой саған деп. Салмақ салмайын деген ғой жалпы, иә. Менің білуімше Бақдәулет романтик. Жаңа енді сізге сөз салған кезде көрдік. Одан кейін арасында гүл сыйлайтыны бар, өлең шумақтарын оқитыны тағы да бар деген сияқты, иә. Жалпы осы жерде сұрағым келеді. Қыз балалар негізінде болашақ күйеуін, жолдасын таңдаған кезде көп жағдайларда мені ертең асырай ала ма, қандай әке болады, мен қандай отбасыға келін болып түсемін деген сияқты сұрақтар көп мазалайды екен қыздарды көбінесе. Махаббаттан гөрі бұның материалдық жағдайы, қайда тұрады, көлігі бар ма, үйі бар ма деген сияқты. Сіз Бақдәулетпен бас қосқалы бері мүлдем басқа жағдайды көрсеттіңіз. Яғни көп нәрсеге екі жас бірге жете алады, махаббат барлығын жеңе алады деген сияқты. Осы тұрғыдан өзінің болашақ жолдасын, болашақ жан-жарын кездестіре алмай жүрген қыздарға да, жігіттерге де қандай кеңес берер едіңіз? Ең бастысы махаббат болған дұрыс деп ойлаймын. Материалдық жағдай дегенге бірге қол жетуге болады. Ол маңызды емес. Маңыздысы денсаулық, сенің және оның денсаулығы, одан кейінгі араларындағы махаббат, бір-бірін түсіну, поддержка беру. Қиын сәт кімде болмайды, бәрінде болады. Материал бәрі алып келеді да, бірақ материалдық жағдайға тіреліп қояды. Типа, ой, бүйтті, сөйтті, ананы әпермеді, мынаны әпермеді дегенше, бірақ кішкене күтсе, мне так кажется, ол затқа да қол жеткізеді. Ол да алып бере алады, қыз поддержка беріп тұрса, конечно, мотивация ғой оғанда. Мен лучше анаған күштісін алып берейінші, мен жақсысын алып берейінші деген сияқты ұлға да мотивация болады. Бір-бірін жеу емес деп ойлаймын. Болмайтын затқа ұрсысып, одан кейін вообще бет көріспейтіндей болып кету дұрыс емес. Ұрсасын, болады ондай моменттер үшін, но кешіре білу керек. Ары қарай сол затпен өмір сүріп кету керек. Бірақ қандай болады, кейбір адамдаршы ұрсады да сол жерде жауып тастайды. Жоқ, біз ондай емеспіз. Біз до конца шешіп аламыз бірінші темамызды. Бір нақты шешімге келеміз, потом ары қарай уже нормально болып кетеді. Андай жабулы қазан жабулы күйінде қала берсін деген жоқ қылғанда қалып қалады ғой шетінде, неге үйтті, неге сөйтті деген. Ашуымыз басылған соң, сен неғып өйтесің? Сен осы жерде дұрыс істемедің деп по-любому айтамын ғой мен. Сосын қойшы болды деп ол шығады. Зато түсінеді өзінікін дұрыс емес екен. Айтады, менікі дұрыс болмапты деген сияқты. Менікі дұрыс болмаса, мен де айтамын, менікі дұрыс емес екен сол жерім деген сияқты. Материалдық жағдай бұл өмірде ең басты зат емес.
Енді қыз бен жігіт болып жүрген кезде ара қатынаста әртүрлі жағдайлар болады ғой, өзара шешуге болады барлығын. Ренжісең де, еркелесең де, сөйлеспей қалсаң да, қырсықсаң да деген сияқты. Бірақ отбасылық өмірге келген кезде, отбасы болған кезде, бір шаңырақ астына тұрғаннан кейін екі жақтан да кей сәттерде туған туыстар, ата-ана араласатыны белгілі. Енді кейде тым артық болып кетіп жатады. Сіздер бұл мәселені қалай шешесіздер? Мысалы, өздеріңіз жеке отбасы болдыңыздар ғой, жеке шықтыңыздар, Бақдәулеттің әкесі бар. Сіздер қазір бірге тұрасыздар ма, жоқ? Бірге тұрамыз. Бірге тұрасыздар. Сіздің өзіңіздің әке-шешеңіз бар деген сияқты. Арада қандай да бір түсініспеушіліктер болған сәтте үлкен кісілер екі жақтан араласа ма, араласпай ма? Жоқ. Мен бір нем бар, ұстаным бар, айтамын ғой, екеуміз ұрыссамыз ба, ол екеуміздің арамызда қалу керек. Біз вообще ешкімді араластырмайық деп ше. Мен даже мамам айтатын, егер сен ұрысып қалсаң, маған айтпа деп, мүлдем, маған айтушы болма деп. Сен ол адаммен достас кетесің, кейін бір-екі күннен соң екеуің жақсы болып кетесіңдер, а мен ішімде қап қалады ғой ол деген ше. Содан кейін мамаға вообще ондай ештеңе айтпаймын. Ұрыссақ та екеуміз есігімізді жауып аламыз да, комнатамызды ұрысып аламыз да, болды, потом шыққан соң нормально болып жүре береміз. Оған да соны айтамын ғой. Ұрыссамыз, ладно, екеуміздің арамызда қалсын, ешкімді араластырмай ақ қояйық, ешкімді естімей ақ қойсын, білмей ақ қойсын екеуміздің ұрысып қалғанымыз деп ше. Зато олардың да көңілдері тыныш. Біз по-любому екеуміз достасамыз. Бүгін болмасын, ертең болмасын, бір-екі күннен соң қайтадан сөйлесіп кетеміз деп ше. Сол шүкір Аллаға уже 2 жыл болады ғой, ешкімді өйтіп араластырмаппыз да, ешкімге айтпаппыз да, жалғыз да айтпаппыз, осылай деп ше. Өзіміз шешеміз екеуміз. Комнатамызда қалады, болған заттың бәрі сол комнатада қалады, сыртқа шығармаймыз мүлдем. Жақын құрбыларыңыз бар ма? Шер тарқататын, бір құпияларыңызбен бөлісетін, әңгімелесетін. Мен қандай адаммын? Мен көбінесе тыңдаймын ғой деймін басқаларды ше, өзімдікін бүйтіп сыртқа шығарып айта алмаймын көп. Шер тарқататын подружкаларымды тыңдаймын, әңгімелерін, нелерін, бірақ отырып мен проблемамды тыңдашы деп айта алмайды екенмін. Болады ғой, бірақ енді бөлісетін сәттер кейде бір эмоционалдық тұрғыдан бір бөліскің келіп тұрады, шаршаңқырап тұрасың деген сияқты. Бөлем бар. Өзіммен тете өскен, екеуміз бірге өскен. Егер кішкене өзімді нете алмай жатсам, соған айтамын, жазамын. Типа осылай болып тұр, не істеймін дегендей ше. Ол өзінің ақылдарын айтады маған. Солай бөлеме ғана айта аламын толықтай. Ал былай ешкімге айтпаймын ішімдегі затын. Енді қазір біз Бақдәулет туралы айтып жатырмыз ғой, мүмкін қатарымызға жаңадан қосылған бір көрермендер болса, ол қандай жігіт деп болады ғой, енді біреулер естіген, біреулер естімеген болар. Осы жерде айта кетейін, енді Бақдәулет деген жақсы, мықты бір ер азамат, өзіме ұнайтын жігіт, сондай бір ақ көңіл. Алланың жазғаны солай, 2017 жылы жол апатына түскен болатын, төсек тартып қалды. Сол 6 жыл аралығында біраз ота жасалды ол жігітке. Және қателеспесем, осыдан 4 жыл бұрын сіз келдіңіз, марқұм жаңа Бақдәулеттің анасы Шынар апай келді. Сіздер көмек сұраған болатынсыздар, тағы да ота жасалу керек деп, өйткені мойнында трубкасы тұрған болатын. Қазір қарасам, ол трубка алынып тасталды. Қазір енді сөйлеуі де жақсарған сияқты. Жалпы біз сіздермен кездескен сәтте сол 2000 нешінші жыл еді? 2020 жылы кездескен кезде Бақдәулеттің қазіргімен салыстырған кезде енді жағдайы нашарлау еді. Жол апатына түскеннен кейін енді сондай жағдай болып қалды, денсаулығына байланысты. Сол уақыт аралығында қандай оталар жасалды? Жалпы қандай ем қажет тағы да болған қазір? Сол уақыт аралығында сол ең басты проблема сол мойнындағы трубкасы болды ғой. Өйткені оның каждый раз өзімен бірге аппарат тасып жүру керек болды. Ана трубканың өзі қақырын алмады деп айтсам болады, былай айтсам ше, өзі шығара алмайтын. Трубкамен аппаратпен сорып алатын. Ол кездеше қандай аппарат болды? Тоққа қосылатын аппарат болды. Бір жаққа шықсақ, всегда өзімізбен бірге удлинитель алып жүреміз. И заправкаға любой жерге шыдай алмай кетеді, демаламай қалады. Ол не толып қалса ше, оны тазалап отыру керек. Жолды әйтеуір любой жерге тоқтаймыз да, рұқсат алып, заправкадан болсын. Кейбір жерлер болды, жоқ болмайды, қосуға деп айтатын жерлер болды, негізі кездесті ондай моменттер. Ал өзіңнің бірге мысалы аккумулятор алып жүру әлде? Аккумуляторға ол бізде басында болған сондай болды, тоққа қосылатын ше. Одан кейін біз көрдік, что бар екен ше, зарядты алатын, сондай аппараттар бар екенін көрдік. Сондай аппарат алдық, оның өзі біраз ақша тұратын ол аппараттардың бәрі. Сосын солмен жүрдік. Біраз операция жасалды сол мойнына ше. Трубканы алып тастаймыз. Қайттан алып тастаған соң қиналып қалады, қайттан салып қоямыз оны. Сосын сөйтіп жүріп, анасы қайтыс болған жылы ғой, трубкасын полностью алып тастадық.
Осы Қазақстанда жасалды ма? Осы Қазақстанда, иә, бір Қалқаманда, бірінші больницада торакальный хирургияда жасалды. Сол кісілердің арқасында десек болады. Кәдімгідей поддержка болды ол кісілерде. Барған сайын жеке палата беріп қояды өзіне. Қасында өйткені адам жатады ғой, қарайтын. Солар қарап, мен жататынмын, сіңілісі жататын. Мамасы болған кезде негізі мама жататын ғой всегда қасында. Мамасы қайтқаннан кейін екеуміз, сіңілісі екеуміз жатып жүрдік. Сөйтіп соның арқасында алып тастадық қой, трубкасын алып тастағаннан кейін вообще күшті болды, жеңіл болды. Оған да бізге де аппарат тасымаймыз өзімізбен бірге. Өзі қақырынады, шығарады, сөйлейді, өзі дауысы да реттелді. Түркияға да барыпсыздар? Турцияға да барып келді. Ол кезде мамасы тірі болатын. Мамасы, папасы үшеуі барды. Қаражат жинап халықтың арқасында. Рахмет көп-көп. Апарып көрсетті, не істеуге болады деген балаға депші. Қандай көмек бар, қалай істесек дұрыс болады деген сияқты. Бүкіл анализдерін алған, қолына нелер істеп берген, ботокс сияқты қолына құйып берген, өзі қалыпқа келеді дегенде айтыпшы, реабилитация керек деп жасап жіберді. Бірақ келді Қазақстанға одан кейін 2 аптадан соң. Кішкене бар шығар өзгеріс, бірақ қатты емес. Бірақ видеодан көргендей қазір өзі тамақтанады екен, или бұрыннан тамақтана алады ма? Отырыс қойып қолына байлап берсең, негізі икемге келтіре алады қолын. Қазір, мысалы, телефонды өзі қолданады, отырып болсын, жатып болсын, телефонды өзі қолданады, өзі қарайды. Кішкене қолдарын мен управлять ете алмайды өзі, өздігінен. Саусақтарын қозғалта алмайды өздігінен. Дәрігерлер жалпы қандай болжам айтады енді? Арада қанша біраз жыл өтті, өзгеріс арасында болып қалуы да мүмкін, арасында болмауы да мүмкін. Дәрігерлердің айтатыны бір уақыт керек дейді. Реабилитация жасаңыздар, жұлын дейді, жұлыны қысылып қалған ғой, повреждение спинного мозга. Оның біраз уақыт керек деді ол қалыпқа келу үшін. Қалыпқа келеді деп те, келмейді деп те біз айта алмаймыз депші, точно ешкім. Оған еще операция жасайтын әлі ешкімге табылмады депші. Жұлын, потому что ол өте нәзік ткань болып есептелінеді екен да, оған повреждение болса болды деген сияқтышы. Бірақ болады дегендей қылып жатыр, енді басқа жақтан оқысам, басқа мемлекеттер дамыған ғой. Жұлынға операция істеуге болады, анау-мынау деп, пока оны істеп көрген адамдарды көрмедік. Астанаға да барып келгенбіз. Астанаға барып, қолына операция жасатқанбыз. Нерв жүйесін жалғап береміз деді. Ол постепенно өсет деді. Өскен кезде тоже кішкене болсын қолын өзі қозғалта алатындай шанс болуы мүмкін деп. Оны да істеттік қолына. Ол кезде де наркоз алдық. Ең қиын операция сол болған шығар деп ойлаймын. Өйткені почти 1 күн болмады ғой. Операцияға алып кетті. Кімнен хабар аларын білмеймін. Күтіп отырғаннан басқа амалым болмады. Почти жарты күн ба. Одан көп уақыт күттім. Себебі анасы біздің студияға келген кезде менің есімде Израильге барып қаралуға болады, сол кісілер көмектесе аламыз деп айтқандай сөз айтқан секілді сол эфирде. Мен ойладым, мүмкін шетелге алып барып баланы аяққа тұрғызып кетемін екен деп. Шетелге сол Турцияға барып келді ғой. Сол Турциядағыларда сон ботокс қолына істеп берді, жасап берді да, енді типа күтесіздер дегенде сөйтіп шығарып салыпты. Өте қиын да деймін, жылына қаншама ота жасалай береді. Ол жігіттің өзіне де қиын, ағзасына да қиын, қайта-қайта жанында жүрген сіздерге де қиын бұның барлығын көру, иә. Бірақ енді Алла шипасын берсін деп тілейміз. Енді жаңа Шынар ханым туралы да айтып кеттік қой, мен жүргізген бір болайық жобасына сіздер келген болатынсыздар. Кейініректе уақыт өте келіп, Бақдәулеттің парақшасынан көрдім, анам қайтыс болды деп жазған болатын. Бірақ көп оқырман, көрермен түсінбей қалды. Кеше ғана шауып жүрген апайымызға не болды деген секілді. Бірақ енді ол Бақдәулеттің өзі жауап берген жоқ. Басқа бір кісінің жауабы бойынша жүрегі ауырды деп жазды. Бірақ енді ол өтірік шынын білмейді екен. Мен неден кетті? Тым жас еді ғой, мамасы 60-ға толмаған кезі, иә? Иә, мамасы 50-ге де толмаған. 50-ге де толмаған. 48 жасында. Күтпеген вообще шок болды біз үшін. Ауырмады ма сонда? Ауырмады. Ауырған кезде жүрегім ауырды деп айтпады мамасы. Асқазаным ауырып жүр деп айтқан. Емде қаралып жүрген, дәрілер ішіп жүрген. Бір күн бұрын Бақдәулеттің қасында отырып,
қайтқам, вроде бәрі жақсы болған. Таңертең тоже айтады, бәрі жақсы болды дейді. Шай беріп, бәрімен шай ішіп, сөйтіп отырған. И сол бір кезде сразу резко нашар сезінген ғой өзін. Скорый шақырған. Скорыйдағылар обезболивающий ма, сондай укол салып беріп кеткен. Одан кейін, одан түк нәтиже болмаған, жақсармаған ғой. Сол аралықта уже жүріп кеткен ғой. Инсульт немесе инфаркт екеуінің бірі. Жүректен деп айтты. Жүректен деп айтты. Иә, өте өкінішті. Өте сондай жылы жүзді, баласына қалай қарады, қалай күтті, барлығы көз алдымызда өтті ғой. Енді өзінің көре алмаған қуанышын жақындары көрсін деп тілейміз енді. Жатқан жері жайлы болсын. Ағамыз бар ғой енді қазір сіздердің қастарыңызда. Ата деп айтасыз ғой енді қазір. Бірақ сіздердің тойларыңызды өкінішке қарай көре алмады. Кейініректе жасадыңыздар, сіздер үлкен үйлену тойын дүркіретіп тұрып. Оны да біз Инстаграм арқылы көрген болатынбыз. Әдемі сырға салу өткізілді, ұзату тойы, үйлену тойы, барлығы шулады ғой сіздер үшін. Өте қуанышты болды. Және менің жұлдызды шаңырақта атты бір жобам болатын бұрын. Қайрат Әділгерейдің үйіне барып, сол бағдарламаны түсірген болатынбыз. Сол кезде енді ол кісі мықты асаба жүргізуші болғаннан кейін, сол той бизнес туралы сұрақ қойған болатынмын. Және тегін жүргізген тойларыңыз болды ма деген кезде сіздерді мысалға келтірді. Және де ол айтты, негізінде мен той басқарым деп барған болатынмын. Кейін кімнің тойын білген кезде гонорар алудан бас тарттым деп айтты. Негізі ол кісіні сіздер қалай таңдадыңыздар, неге таңдадыңыздар? Шынымен де ол өзінің еңбек ақысын алмаған ба? Қайрат Әділгерейді жолдасым өзі таңдады. Ұнайтын жүргізгені, әзілдері прям күшті ұнайтын. Ол кісілермен тікелей сөйлесе алмайсың ғой, бәрібір арасында адам болады. Біз айтқан жоқпыз, біздің тойымыз дейді. Біз просто датаны айттық, осы жерде осындай той болады деп. Сол кісіні нетсек, ол кісі бос болды как раз. Ол кісі бізді тойға келген кезде бірақ көрді. Кімнің тойы екенін білген жоқ. Иә, дұрыс айтады ол кісі. Өйткені біз гримерка отыратын жер бар ғой, сол жерде отырған кезде ол кісі кіріп келді. Сол кезде бірақ көрдік, сол кезде таныстық ол кісімен. Тойды күшті өткізіп берді. Тойдың соңында бірақ айтты, алмайтын. Той бітетін уақытта айтты. Өзі кәдімгідей айтып кетті, микрофонды алып, сөйлеп. Мен сіздерден ештеңе алмаймын депші, тойларыңа жасаған сыйлығым болсын деп. Өте біз шок болдық кәдімгідей. Рахмет ол кісіге де көп-көп. Сөйтіп ештеңе алмады, кетіп қалды сонымен. Өте мықты. Негізінде үлкен тосын сый, бір жағынан сіздерді қуантты, бір жағынан өзінің адамгершілігін көрсетіп кетті ғой, былайша айтқан кезде. Өте жақсы кісі екен деп екеуміз де таңғалып қалдық қой. Біз әйтпесе ойымда ой болған жоқ қой бізде. Біз ақшасын береміз дедік, еңбек ол деген кәдімгідей келіскеннен кейін. Соны
нетіп отырғанбыз, тойдың соңында сөйтіп айтқан кезде екеуміз де шокпыз. Ойбай, ұят болды ғой, мына кісі деп қоямыз ғой. Сонда да енді өзінің жомарттығын көрсетіп жатыр, адамгершілігін көрсетіп жатыр, жүрегінің кеңдігін көрсетіп жатыр, былайша айтқан кезде, иә. Енді сіздің әп-әдемі аппақ көйлегіңізді көрдім. Сіз қалай таңдадыңыз? Жалпы енді кез келген қыз баласы армандайды ғой. Мен тұрмысқа шыққан кезде образым осындай болса екен деген сияқты. Әйтеуір алдын ала суреттерді сақтап қояды, я таңдап қояды, я тіктіртіп қояды деген сияқты. Сіз қалай таңдадыңыз? Шынымды айтсам, сол жерде тойда бізде видео түсіретін адамдар болды, дұрыс па? Кәдімгідей андай кранмен келіп түсіріп берді, видеограф, лав сторимыз бар, сосын не бар, кіргізіп шығару бар, құдаларды кіргізуіміз, кәдімгідей концерт қылып кіргізіп шығарып берді ғой бізге. Тойға келген әншілеріміз бар, той көйлегім бар, мен той көйлегім те, ұзату көйлегім те, Нұрсұлтан ағай NS студия дейтін студия бар. NS дресс бәрін өздерінде екен. Сол кісі айтты, той көйлегіне де шығынданбаңдар, ұзатуға да шығынданбаңдар. Бүкіл көйлек менде бар, тойға көйлекті жолдасы жұмыс істейткен. Сол кісі, сол жерден бүкіл көйлекті аласыңдар деді. Тойдың бәрін түсіріп берем, ештеңе уайымдамаңдар депші. Әншілерді де өзім шақырып берем, лав сториді де түсіріп берем. Ол кісімен біз қалай таныстық? Біз Астарлы Ақиқатқа барған кезде Нұрсұлтан ағай сол жерде отырды. Сол кезде бізге лав стори не сыйлаған. Сендерге, типа, мен лав сториді өзім түсіріп берем деп сыйлады. Содан бері Бағдәулет екеуі жақсы араласып кетті. Бағдәулет інім деп кәдімгідейші. Лав стори сол той болатын кезде түсірейік деп ағайға айтқан кезде, бұл лав сториңді да түсіреміз, тойыңды да түсіреміз, бәрін менен деп, ол кісі бәрін тегін істеп берді. Тойға келе алмай қалды өкінішке орай, бірақ бәрін жіберді өзі. Өлең де айтып берді. Керемет. Әншілер келіп өлең де айтып берді. Сол жерге барып көйлек таңдаған кезде менің ойымда көйлек андай бір пышный емес, мен всегда андай простой жақсы көремін. Просто и красиво болған ше. Көйлек таңдаған кезде де солай таңдадым. Главное, өзіме ұнап тұрса болды ше. Бір европалық үлгідегі көйлек па? Жинақы. Жинақы, ештеңесі жоқ, артық ештеңесі жоқ, өзіме әдемі болып тұрса, соны аламын деп ше. Ұзату көйлегін де таңдадық солай. Необычный модель болды ұзату көйлегі де, ішінде көйлегімен, сыртында несімен қазақша оюлармен әдемі ұзату көйлегі, сәукелесімен, той көйлегі де андай бір не керек емес дедім, қатты пышный, жылтырақ, ондай не хочу депші. Просто красиво болсыншы деп, даже фотоны солай таңдадым. Өзіме ұнады. Нежный бір образ шыққан сияқты деп ойлаймын. Жоқ, өзіңізге өте әдемі жарасты. Өзіңізді жақсы сезіндіңіз ба? Өзімді жақсы сезіндім. Сол кештің ханшайымындай сезіндіңіз ба? Әрине. Бірақ бәрібір ана шетте отырсам, бәрін уайымдап отырады екенсің. Екеуміз айтамыз, тойды көріп отырып, ештеңе есімде жоқ дейді. Мен де айтамын, мен де есімде ештеңе жоқ. Негізі сөйтіп айтады көбісі. Қалай өткенін кейін видеодан көреміз деген сияқты. Иә. Видеодан көріп, алдында тойды көріп, той күшті той деп қоямыз да екеуміз. Вообще ештеңе жоқ есімізде деп қоямыз. Адамдар қалай отыр екен, өздерін күшті сезініп отыр. Сондай оймен отырдық та. Мына жерде мамаларым отыр, мамаларға қалай бәрі ұнап жатыр екен деп қойып уайымдап отырдым ғой сонда. Бірақ күшті өтті деді бәрі тойды. Біз бармасақ та видеодан көрдік күшті өткенін ше, кәдімгідей. Бірақ білесіз бе, енді әлеуметтік желіде сіздер көп видеоларыңызды, суреттеріңізді салғаннан кейін білесіз ғой, енді екі тарапқа бөлінеді. Біреулер сіздерді қолдайды, біреулер даттайды, біреулер түсінбей жатады, түрлі пікірлерді жазып жатады ғой. Жалпы сол негативпен, хейтпен қалай күресесіз, қалай қабылдайсыз, я болмаса қалай қабылдамауға тырысасыз? Бұл жағына келген кезде Бағдәулет прям күшті қабылдайды негізі. Ол вообще ответ қайтармайды, үндемейді. Мен деген ойбай жыным келіп аналар көрсетіп. Сіз бірнеше рет қайтара береді екенсіз жазған адамға. Мен ответ қайтарам. Сосын айтады, не істейсің оның нервін құртып, ол адам бәрібір түсінбейді ол сені дейді. Сосын мен айтамын, хотя бы давай блокқа салайық деймін. Салмай қой, блокқа тұра берсін. Көрсін дейді, наоборот, көрсін, көріп отырып, сол өзінің несін шығарып отыра берсін, сол іште дейді. Жоқ деп мен деген бәрібір ответ қайтарам. Қайтармайын десем де қайтарам. Дайректен болсын, бір-екеуіне жауап беріп үлгерем. Сосын блокқа тықсам дейсің. Негативпен жазасыз ба, қалай жазасыз? Не деп айтасыз сонда? Негативпен болғанда, білмеймін, мен жазған өзі солай негативный естілетін шығар дейсің. Қалай маған жазады, мен тура солай ответ қайтарам, негізі.
Иә. Бір видео салған екенсіз парақшаңызға, жұмыстан келе сала жаңағыдай Бақдәулеттің тамағын беріп жатыр екенсіз, тамақтандырып жатсыз, бірге шай ішіп жатыр ма екенсіздер, әйтеуір сондай қасында отырсыз да. Бір адам жазыпты, сіздің бір оқырманыңыз, это не жизнь деп жазыпты. Сонда сіз сол кісінің пікірінің астына, а что для вас жизнь деп сұрақ жолдаған екенсіз. Ол кісі енді ары қарай жауап берген жоқ. Иә, сізге сол сұрақты қайта қойғым келеді. Сіз үшін өмір ол не? Мен үшін өмір ол менің отбасым, менің ата-анам, ең бастысы денсаулықтары мықты, қасымда жүргендері. Қалған бәрі уақытша. Жолдасымның аман есе қасында болу мен үшін сол басты. Қазір уже біреу емес, үшеу боламыз деп отырмыз. Ой, негізі тиет көңілге жазғандары. Особенно уже көтергеннен кейін елдер деген неше түрлі зат жаза бастады ғой. Қалай, кімнен деген сияқты шы. Оны оқып мен жолдасымда жынданады. Бекер айттық па деп ше, айтпай қою керек пе? Зачем дегендей ше ол затты. Сосын айтқанбыз негізі эко туралы вообще айтпаймыз болды деп ше. Елдер сұраса да игнор етеміз, просто ответ қайтармаймыз. Өйткені неше түрлі зат жазады шынымен де. Кімдікі, оныкі ма точно деген сияқты, оған көңілге қатты тиеді ол зат. Сондықтан кейбір кезде я маған қатты жазса, мен де ответ қайтарамын қатты. Енді адам өзі сөйтіп жазып тұрса, солай ответ алсын деп ойлаймын. Ең бастысы сіз бақыттысыз ғой. Ең бастысы мен бақыттымын, иә. Басқалардың әңгімесі көңіліңізге тимесін, Аллаға шүкір, ана боласыз. Ойлаңызшы, әлемде қаншама әйел ана бола алмай жатыр. Дәл осындай сіздікіндей бақытқа ие бола алмай жатыр. Сіз не істейсіз оларды? Мен ойлаймын да, жалпы негатив жазатын адамдардың жалпы іштерінің өздері негативке толы болғаннан кейін солай сізге пікір жазады. Сыртқа шығарады, иә. Себебі бақытты адамның қолы тимейді басқа біреуге негатив жазуға. Өзінің бақытымен айналысып жүреді. Бірақ адами тұрғыдан Құралай Меске былай сұрақ қойғым келеді да, мен өте жақсы түсінемін сізді. Өйткені менің өзімнің анам былтыр инсульт, инфаркт алып төсек тартып қалды. Үлкен кісіге қарау, төсек тартып қалған, арбамен жүретін адамға қарау, тамағын әзірлеу, жуындыру деген сияқты ол үлкен жұмыс деп айтпай-ақ қояйын, бірақ еңбек бойынша айтқан кезде ол физикалық тұрғыдан да, эмоционалдық тұрғыдан да оңай нәрсе емес. Өйткені көресің, барынша енді қолыңнан келгенше көмектесуге тырысасың ғой, жақсы көретін адамың болғаннан кейін, жақының болғаннан кейін. Бірақ сол жаңағы эмоциямен өзіңіз қалай күресесіз, не істейсіз, қалай шығарасыз? Кейде болады, қатты айтқың келмей тұрады да, енді өзінің анаң ғой, мысалы сіздің жолдасыңыз. Бәрібір қалай айтсам болады, бір ашу да емес, басқа жақтан бір ашуланып келгенің да емес, бірақ бәрібір кішігірім бір негатив болып қалады да ішіңде. Ол кісіге айтқым келмей тұрады ғой, бірақ бәрібір шығып кетеді да, тарс, көріс болып кетеді арасында. Сол кезде не істейсіз деймін да? Ол кезде мен негізі басынан Бақдәулетті түсінуге тырысамын. Енді ол еріккеннен емес қой деймін да, оның жатқаны, жұмсағаны мені. Иногда мен де жынданам, жатам, жұмсайды, жатам, жұмсайды. Сен деп айтып қалатын кездерім болады. Бірақ сосын отырамда ойланып өзімше, неғып бүйтіп айттым деп өзімді кәдімгідей кінәлаймын. Ол деген енді әти істеп жатқан жоқ қой деп шынымен сондай керек болып тұрған шығар, су ішкісі келіп кеткен шығар, именно сол моментте. Мен жатқанды көріп, ойнау жата бермесінші деп істеп тұрған жоқ қой, саған деп Бақдәулетті түсінуге тырысып, істеймін. Ренжитін кездерім де болады, бірақ потом өз-өзіммен көбінесе жұмыс жасаймын, өз-өзіммен сөйлесем, сенікі дұрыс емес деген сияқты өзіме. Сен де шаршайсың, білем деп бірақ ол да ерігіп атқан жоқ, оның енді амалы жоқ, сенен басқа ешкім жоқ, ол айтатын, сұрайтын, сондықтан поддерживать ету керексің оны деген сияқты. Солай өзім настроить етіп аламын да, сосын нормально, бірақ кейбір кезде болады, шығып кетеді нечайно. Қойшы деп жатып аламын да, сосын бірақ бәрібір тұрамын ғой. Тұрасың ғой, бірақ ішіңді сосын кінәлайсың ғой, неге өттім, енді екі аяғым, қолым сау болғаннан кейін өтіп айтқаным артық шығар деп. Бірақ бізде адамбыз ғой, пендеміз, біз енді андай бәрі келмейді деп айта алмайсың. Сондықтан менің де басымнан бұл жағдай өтіп жатқаннан кейін сізге
қойып жатқан сұрағым ғой. Сіз сыртта жүрген кезде Бақдәулетке әкесі көмектесіп тұра ма? Інісі бар, иә, оның? Бірақ енді оның отбасы бар ғой, інісінің. Иә, інісінің өзінің отбасы бар. Абысыным, олардың өздерінің бір қыздары бар. Олар бөлек тұрады бізден. Одан кейін бір қайын сіңілім бар, қайнаным бар. Бірақ олар уже үлкен, универде оқиды, 9 класста оқиды. Мен жоқ кезде папасы қарайды, екеуі қарайды сабақтан келіп. В основном солай. Ауысып тұрамыз. Мен бір жаққа баратын болсам, обязательно біреу қалдырып кетеміз қасынашы. Или мен қалам қасында деген сияқты. Қазір декреттемін, өзім қасындамын күнде. Иә. Енді мынау Бақдәулеттің мүгедектігі бар деп айттыңыз ғой, бірінші топ деп айттыңыз, иә? Яғни мемлекет тарапынан көмек беріледі. Мемлекет тарапынан, иә. Мен мынандай бір ақпаратты кеше оқып шыққан болатынмын. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын арттыруға қатысты бір депутаттың сауалына жауап берген екен. Яғни 2025 жылы жәрдемақы мөлшері жалпы ауруы бойынша мынандай екен. Бірінші топ үшін 101.702 теңге, екінші топ 81.362 теңге, үшінші топ 55.474 теңге екен. Бақдәулетке мемлекет мүгедектігі үшін қанша қаржы төлейді? Көмегі қандай? Бірінші топ үшін 101 мың түсет ай сайын. Бірақ енді ол да жеткіліксіз шығар. Ол да жеткіліксіз, иә. Себебі аптекаға бір барғанымыздың өзіне біраз қаражат шығып кетеді. Ол арасында ауырып қалатын кездер болады. Оның өзіне системамыз бар, уколымыз бар, былай алатын дәрілеріміз бар. Қаражатын почти көбісі аптекаға кетеді деп айтсақ болады. Бірақ қосымша ешқандай табыс көзі жоқ қой. Сіз жұмыстасыз. Мен жұмыс істеймін. Декреттесіз, қазір әкесі. Папасы жұмыс істейді енді. Бірақ енді оның өзі үлкен отбасыға жеткіліксіз деп ойлаймын. Сол себепті де шығар Бақдәулет өте жиі өзінің парақшасына реквизиттерін салады. Енді қолдан келгенше, егер де сіздер де Бақдәулетке көмектесем десеңіздер, енді Алла шипасын берсін дейміз. Бірақ кейбір жағдайларда адамның қолында болады, енді ақшаға қарап қалған сәттеріміз болады, дәрі алу керек деген сияқты, ем қабылдау керек. Сондықтан енді Құралайдың парақшасы да, Бақдәулеттің парақшасы да Инстаграм желісінде бар, реквизиттер берілген, көмектесем десеңіздер, әрине бізде қуанып қалар едік. Енді осындай бір жақсы жаңалықтарыңыз болып жатыр. Тойларыңызға бармасақ та перзентханадан шығару сәтінің куәсі болсақ деп отырмыз. Алла қаласа. Шақырамыз сізді міндетті түрде. Өте қуаныштымын Құралай сізбен осылай жақынырақ танысқаныма. Өйткені көбінесе сіздерді жобаларға шақырған кезде бірге шақырады. Қалай таныстыңыздар? Жалпы екі отбасы қалай танысты деген секілді сұрақтар қойылады. Мен бүгін көбінесе сіз туралы білгім келді. Өзіңіз қандай жансыз? Және бүгінгі әңгімемізді бір сұрақпен аяқтағым келеді. Бақдәулет сізді курочка деп, куропаточка деп айтады. Неге? Білмеймін, өзіне ұнайды ғой деймін, сол куропатка дейді всегда. Негізі Құралай дегенге сәйкестендіріп қойды екен десем, жоқ әлде қайдан шыққан сөз ол? Өзі бір жерден естіді ма, көрді ма, білмеймін. Куропатка дейді, всегда куропатка дейді. Кеше көріп қалдым да, куропатка деген сондай әдемі естіледі екен. Жалпы енді құстар, жануарлар әлемін білеміз ғой, десе де, куропатка қандай құс, сол туралы оқыдым да, мүмкін Құралайға сәйкес келер ме екен деп. Факт. Орысша жазылған екен. Передвигается куропатка преимущественно пешком. Легко лавируя в густой траве, при необходимости быстро бегает. Летает птица неохотно, в случае опасности затаивается до последнего и лишь потом резко взлетает. Полет у нее шумный, быстрый, с чередованием серий быстрых взмахов и планирования. Мен ойлаймын енді бұл енді сипаттамасы орыс тілінде жазылса да, сіздің қандай адам екеніңізді сипаттайтын сияқты, куропаточка. Өйткені сіз жай қимылдасаңыз да, үлкен істерді атқарып жүрген адамның бірісіз. Тыныш қана отырмай, қолыңыздан келгеннің барлығын жасап жатсыз, өзіңіз үшін, отбасыңыз үшін. Мен жалпы сізді адам ретінде өте қатты құрметтеймін, сыйлаймын. Өйткені өте жігеріңіз сондай мықты, сондай сүйкімді қыз болғанмен де ер мінезсіз деп айта аламын. Бірақ қазір Құралай менің көз алдымда өте нәзік әйел, болашақ ана,
сіздің бақытты жүзіңізді көре бергім келеді. Менің анам айтып өткендей, анамның сөзінде сізге айтып өткім келеді. Отбасылық бақыт тілеймін сізге. Әйел бақытын тілеймін. Лайықтысыз әбден. Және енді үлкен кісілер жиі айтады ғой, бір баламен тоқтап қалмай тағы да екеуін, үшеуін дүниеге алып келіңіздер. Өйткені Бақдәулет пен Құралайдың өздері сияқты балапандары көп болу керек. Сол балапандарының қызықтарын сіздер көріңіздер. Ағамызға дұғай сәлем айтыңыз, Бақдәулетке дұғай сәлем айтыңыз. Сіздің әке-шеңізді танымасам да сол кісілерге үлкен сәлем айтыңыз. Ал енді Шынар апайымыздың жатқан жері жайлы болсын. Сол жақтан ақ сіздердің бақытты күндеріңізді көре берсін. Бізге келгеніңізге көп рахмет, Құралай. Өзіңіздің жылы лебізіңізді, тілегіңізді біздің YouTube арнамыздың көрермендеріне жеткізсеңіз. Сізге де көп-көп рахмет. Шақырып интервью алып отқаныңызға, анаңызға да сәлем айтыңыз бізден, Бақдәулет екеумізден үлкен сәлем. Рахмет көп-көп. Тілектеріне, көрермендерге айтарым, бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ең бастысы денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Не только өздеріңіздің, особенно жақындарыңыздың да. Еліміз тыныш болсын. Жақсы жаңалықтарды жүздесіп отырайық. Жақсы жаңалықтарды кездесейік. Өте қуаныштымын, шақырғаныңыз үшін көп рахмет. Көп рахмет.